Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін дәмді әрі тойымды французша ет дайындаймын. Менімен бірге жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Кешкі немесе түскі асқа тез дайын болатын тағамның бірі. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Көкөністерімізді дайындап аламыз. Картопты дөңгелек етіп, жұқа етіп тураймыз. Қызанақтарымызды дәл солай етіп тураймыз. Содан соң бір пиязымызды ұсақтап етіп турап алып, тартылған ет, яғни фаршқа қосамыз. Сосын дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Менде мұнда сиырдың еті, кез келген етті пайдалануға болады. Табамызға сұйық май құйып, майлап аламыз. Содан соң ең астына бірінші қабатына дөңгелек етіп турап алған картоптарымызды тізіп шығамыз. Осылай дөңгелек етіп турауға болады, немесе үкіштен өткізіп қосуға да болады, әркімнің өз қалауы бойынша. Барлығын осылай тізіп шығамыз. Содан соң тұз сеуіп, майонез жағып аламыз. Тегіс қылып барлық жағына жағып шығамыз. Майонездің орнына қаймақ пайдаланса да болады, өте дәмді болып шығады. Фаршымызды салып, дәл солай жайып шығамыз. Фарштың үстіне осылай тағы да бір қатар картопымызды тізіп шығамыз. Тұз сеуіп, майонез жағамыз. Қызанақтарымызды дәл солай етіп қойып шығамыз. Майонез жағып, бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут пісіреміз. Піскенше біз ірімшігімізді дайындап аламыз. Үкіштен өткізіп дайындап алдым. Міне біздің тамағымыз пісті. Енді ірімшігіміздің бетіне сеуіп, қызып тұрған пешке 5 минутқа ірімшік ерігенше қойып аламыз. Жасап көріңіздер. Міне бізде дайын болды тамағымыз. Қалауыңыз бойынша бетіне аз көк сепсеңіз болады. Міне біздің французша ет тағамымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Қазақша каналды қолдап, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.